И бірге сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Иә достар, бүгін біздің арнада жаңа жоба, жаңа контент. Қазір видеосын тоқтап түсіндіріп кететін боламын. Алдымен көп сөйлемей видеомызды бастап алайық. Кеттік. Яғни айтқанда достар, біз қазір менің қасымда жүрген Шыңғыс бауырымды көзін байлап, яғни айтқанда игра кальмара сияқты машинаға тығасыз, белгісіз бір жерге айдалаға апарып тастаймыз. Вообще ориентир ұстап тұрған жоқпын, еще қай жерде екеніміз. Мысалы, мынандай жерге қарап, қай жерде екенін білмейсің ғой қазір. Ода телефон болмайды, ақша болмайды, және де ешқандай ешкімге связь аша алмайды. Сол жерден қалаға дейін тауып келу керек. Астана мына жақта ғой. Мына жақта ма? Иә. Қанша километр жердеміз Астанадан? Яғни айтқанда сөзбен айтып жеткізу кейбіреулер түсінген шығар, кейбіреулер түсінбейтін болсаңыздар, қазір видеосына толықтай түсінетін боласыздар. Қазір Шыңғыс бұл жайлы білмейді. Бұл біздегі жаңа жоба, және де оған белгілі бір тұрақты уақыт беріледі. 4 сағаттың ішінде біз қаланың бір точкасында күтіп отырамыз. Сол жерге дейін келіп үлгерсе үлгерді, үлгере алмаса бұл жобадан шығатын болады. Я достар, білем, барлығымыз жас кезімізде, бала кезімізде өсіп, үлкен өзіміздің қымбат көліктеріміз болса екен, және де өзімнің қымбат коттедждерім болса екен деп барлығымыз армандаймыз. Сол арманыңыздың кішкене бір бөлшегін болса да сезініп көретін мүмкіншілік бар. Яғни айтқанда достар, мына жерде қараңыздар, Play Marketке кіресіздер, матрешки дегенді жазып, қалағандарыңызды істей аласыздар. Яғни айтқанда түрлі сервер бар, тіпті мен де сіздермен бірге ойнай аламын. Мұнда басқа адамдармен атысқыларыңыз келсе атысасыздар, маман иесі болып жұмыс жасай аласыздар. Тіпті менің көре алмайтын конкуренттерімнің өзі кейде маған шабуыл жасайды. Общем айтқанда достар, ойын бір сөзбен айтқанда өте қызықты ойын. Ертең 30 қазан күні жаңадан 4-ші сервер ашылатын болады, және сол жерде кешкі сағат 22:00-да мен өзім қатысатын боламын. Барлығымыз төмендегі описанияда сілтеме бойынша кіріп, менің промокодым бойынша тіркелетін болсаңыздар, сіздерге бағана менікіндей жаңа Геленваген берілетін болады. Бұл достар, сіздерге сәттілік тілеймін. Барлығы оп-оңай. Тек қана ойнап өзіңіздің мақсатыңызға қол жеткізсеңіз болады. Олай болса, вот келіп жатыр кішкене. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай досым, жағдай сенің жақсы ма? Аман есенсің? Қалайсыңдар достар? Ассалаумағалейкум. Не видео бүгін родной, настроение дерзкий. Ты дерзкий ма? Дерзкий. Короче, бізде Құдан тұрып, қандырып тұрып келіп жатырмын. игра кальмара. Жоқ, игра калмахан. Қазір сенің телефоныңды, ақшаңды барлығын аламыз, көзіңді байлаймыз, және де сен танымайтын, білмейтін айдалаға апарып тастаймыз. Сол жерден қазір біз саған бір местаны айтамыз, бір орынды. Кешкі сағат 8-ге дейін тауып келетін болсаң, сен жеңіске жетесің. Яғни айтқанда осы жобада қаласың. Қалай мені аласың, көзім жауып тастайсың, айдалаға апарып тастайсың. Сен сол жерден ақшасыз, телефонсыз, картасыз өзің тауып келу керек. Жаяу келем ба? Өзің білесің. Любой путпен, иә? Иә, біреуден ба, вертолетпен ұшып келесің ба, ракетамен қонасың ба. Бүгін алғашқы бірінші бөлімінде Шыңғыс бағасында көретін болады. Сол себептен, короче, достар, бұл жерде кім докаты соңына шыдап қалады, сол жеңіске жетеді. Басты бізде приз 100 000 теңге. Бұл жерде кім епір мен 100 000 теңге. Мен айдалада қалып кетпеймін ба? Сіздерге де қызық болып жатқан шығар. Шыңғыс үшін жанын ашып жатқан достар, еш ойындамаңыздар. Кішкентай жігіт емес, үлкен жігіт. Әсіресе әпше, бәрі нормально десең. Сен қазір бүгін тағдырың шешіледі, жай жалғастыра аласың, жай жалғастыра алмайсың. Ташкент болыпты, пока телефон қарап, мына жерде отыра тұрайық қазір. Бұның бәрінен айырылайын деп тұрмыз, айдалада қалайын деп тұрмын. В общем, сөздің шыны керек бар емес па? Деп ұйықтап қалады деп ойладыңдар ма? Діңдарың күшті екен. Кет. Тоқта, бас киім киіп ал, сен көрмей көресің қайғайып бара жатқанбыз. Көзің жауып таста. Екі бас киім киіп алайын ба? Иә, көзіңді жап, басыңды емес. Все, болды, кеттік. Бол дейін көзің шеше бер. Ассалаумағалейкум, добро пожаловать. Добро пожаловать в аул. Телефон әке. Сағат
мына сағат істейсің. Так, сағатты ауыстырамыз. Бұл жерде тек қана сағат көрсетіп отырады. Бұл уақытпен ориентир ұстау үшін. Сағат бізде достар мінекей 3:30 болып отыр. Мына сағатты алып қойып, тек қана бәрін көруге болады. Карта, фото, мото бәрін көруге болады. Сол саналмайды. Міне мынандай машиналар бар, если что. Короче, достар, бізде ойын шарты бойынша Шыңғысты танымайтын көзін жауып бір ауылға кетіп тастадық. Енді саған уақыт беремін, кешкі сағат 8:00-де ЖК Infinity деген адресте болу керексің. Біз сені сол жерде күтеміз. Ешқандай ақша қолданылмайды, телефон қолданылмайды, карта марта қолданылмайды, және де біреудің телефонмен ешкімге звондауға болмайды. Так, алналар айдалаға тастап болды. Кетіп барадыр, асығыс бар ғой кетуге. Давай, родной. Сені күтеміз бағана адресте. Багажниктеріңе салып алыңдаршы хотя бы. Так, былай қарай кетті. Значит, бізде осылай қарай шығып кетеміз, да? Ең бірінші енді бізге қай жерде екеніміз біліп алуымыз керек. Астанадан қанша километр жердеміз. Жолды сразу жетіп алған қиындау болатын сияқты, адамдарды попросить етсең апармайтын сияқты. Бізге бөліп жетіп алу керек болып тұр ғой. 3-тен уже 35 минут кетті. Так, ана жерде бір машина көріп тұрмын. Машинасы бұзылып тоқтап тұр екен. Барып сұрасам айтатын шығар енді. Қай жердеміз, хотя бы қандай ауылдың аты қандай. Вообще ориентир ұстап тұрған жоқпын еще қай жерде екеніміз. Мысалы, мынандай жерге қарап қай жерде екенін білмейсің қараңыздаршы. Асман көмек керек емес па ағасы? Көмек керек емес па? Ауылдың аты қандай, қай жердеміз? Рождественский? Астанадан қанша километр? Знаете? Далеко, да, Астана от Астаны? Не знаю. Все, хорошо. Бір настроение жоқ адам екен, я не знаю. Енді өзіміз қалаға қарап басып бара жатыр. Әдейі Шыңғыс шатастырып, қаланың ауылдың басқа жағынан шығып бара жатырмын. Өйткені қазір ол арқамыздан жүріп, қазір қалаға сөйтіп жете алмақшы деп ойлап отқан еді ол бағана. Жете ма, жетпей ма қазір көреміз. Сағат бізде 15:35, 20:00-ге дейін Шыңғыстың уақыты бар. Үлгерсе осы жобада қалады, үлгере алмай қалса, өкінішке орай дальше жалғастыра алмайды. Тема тоқтаймын. Тоқтамады. Ассалаумалейкум ағасы. Не, қай жаққа кетіп барасыз? Прямо ала кетесіз ба? Давайте. О, бісміллә. Қай жаққа бар? Астанаға негізі кетіп баратқам ғой. Бірақ хотя бы сізбен бір жерге дейін жетіп алайын. Астана мына жақта ғой. Мына жақта ма? Иә. Қанша километр жердеміз Астанадан? Мен анау кирпичныйға барамын ғой. Мен хотя бы неге дейін жолдың бойына тастап кете алмайсыз ба Астанаға? Тастап кетемін давай. Болды. Адасып қалдым бар ғой, айдалада жүрмін, өзім білмеймін қайда жүргенін. Қай жақтансың өзің? Астана жақтамын ғой. Иә, енді мына жақтан істеймін. Мына жақта сол білмеймін, келіп қалдық осы жаққа жаңа. Сөйтіп адасып қалдым. Сөйтіп ана жерде жаңа бір кісіден сұраған едім, Рождественский деді ме ана жерде? Иә, қамалмай. Бірақ тағы бірдемелер сұрайын десем, болды бауырым, настроение жоқ екен адамдардың. Сен қазір бүйтесің. Острасымен голосовать ете бересің. Тоқтаған машина тоқтады. Тоқтамаса міне заправка анау. Стороны былай қарай, иә? Былай қарай, иә. Анау жерде таксилар да тұрады. Былай қарай қандай ауыл? Былай қарай ол Қарағандыға кетеді, прямо Киевка кетеді солай. Мына жақта объездной жол ма или қай жолмен барады өзі? Ауылдың аты Қабанбай ма? Иә, қазіргі аты Қабанбай, бұрынғы Рождественский. Қазір заправка деге дейін барайын, сол жерден мініп кетемін, иә? Мен осылай тіке кетемін. Сөйлесін, түсесің. Такси қолын көтересің, мына жерден өтіп бара жатқан машина іліп ала кетеді. Достар, негізі бір жағынан маған да уайым ше, Шыңғыс тауып келе ала ма, келе алмай ма? Бірақ кішкентай жігіт емес, кішкентай бала емес қой. Кішкентай бала емес. Тауып келу керек қой. Біледі ғой, 20-да жас бала емес. Жас бала емес. Енді осыдан тауып келе алмай 8-ге үлгере алмай қалса білмеймін. Мен негізі баста уайымдап қорқып, пока ауылдан шықпай отыра тұрайық, күте тұрайық. 1-2 сағат. Ол ауылда қалып қоймасын, ана жерде бір балалармен төбелесіп қалып қойып, тағы ана жерде бір қызды ұнатып қалып дегенше. Сөйтіп уайымдап жатырмыз ғой біз енді. Қалай болады? Сөйтсек бұл жігіт 1 сағатта жетіп барамын, жылжи берді дегеннен кейін біз шығып кеттік деген ауылдан. Қазір кім біледі? Бұл ауылға автобус жүреді екен, 308 деген маршрут жүреді. Так, ал пока направлениені біліп алдым. Былай қарай кететін болса Қарағандыға кетеді екенбіз. Ал маған былай қарай жүру керек. Сонда Астанаға жетем. Шіркін-ай, жаңағындай ағамыз сияқты адамдар көп болса екен. Бір настроение көтеріліп қалып бар ғой. Бірақ мына жерде қарап тұрсам бір 2-3 минутта бір машина өтеді екен. Машинаға жүреді екен Астанаға қарай. Мади айтты ше маған, жылы киініп ал деп осы видеоға. Ең түсіндім, жылы киініп ал деген. Күн суық, жел жаман. Қатып қалдым. Қанша жерден жылы киініп алсам бар ғой. Енді солтүстіктің суығын білетін шығарсыздар, андай желі жаман. О, бір машина тоқтады. Ассалаумалейкум. Астанаға дейін жеткізсіз ба? Астанаға барасыз ба? Отырсам болды, иә? Ассалаумалейкум. Тоңып қалдық қаласыз. Суық екен мына жағы. Өзіміздің сол лада ғой, баяғы баз қалдырмайды.
Братанға рахмет, бірақ айтады, бір-екі адам жинап алып кетейік дейді, хотя бы. Порожняк бармай. Мен айттым, ағасы жеткізсаңызшы, енді өтініш дейін, мен хотя бір-екі адам алып кетейік та дейді. Жаңағы жерден такси тоқтатып тұрған жерден келдім, питак. Главный сөйлесу ғой бұл жерде, мен түсінігім бойынша. Ал достар, біз қалаға жеттік. Мінекей, қалаға кіріп келіп жатырмық. Строго алпыспен. Ал Шыңғыс не істеді екен? Ауылдан шықты ма екен, шықпады ма екен? Қалай ойлайсың? Ауылдан мен ойымша әлі шықпаған сияқты. Негізі оңтүстік жақтың ауылдары болса кішкене келісуге отыр. Братан, руың кім? Наймансың. Мен де найманмын ғой, брат, деп жетіп аласың ше. Север жақта қиын сияқты сөйлесу, келісу дейтін нәрсе ше. Білмеймін енді, бірақ өз басым әлі севердің ауылдарында ондайға енді жолығып көрмеппін. Енді біздіңдерден кеземіз келгенде көретін боламыз. Кездесетін точка инфинитида. Мен Азия паркқа дейін жетіп алайын деп тұрмын газ. Мен негізі ойлағым газ, қалаға дейін жетіп, қаладан Азия парк жаққа тағы барам ба деп. Девушка, такси, да? Садитесь. Адамдар әкеліп тұрды. Просто андай шынымен екен, мен де өзім машинадемін ғой. Машинамен жүрген кезде көп адамдар тегін жеткізіп тастайтын, тоқтайды. Брат, ақшам жоқ еді, ана жерге апарып тесің бе? Давай. Анау тоқтайды, ана давай. Қайтады екен енді ондай заттар. Мен ойлағам, бір күн болмаса бір күн бізді біреу жеткізіп тастайды ғой деген күн туды ғой бүгін, былайша айтқанда. Ал так достар, біз жаңа айтқан адреске келдік. Енді жаңасылап жайғасып Шыңғысты күтейік енді. Осы жерге келе ала ма? Сағат біздегі қателеспесем 16:32. Енді 1 сағат өтті. Телефондардың бәрін шығарып қояйық. Шыңғыстың телефоны, оның iPhone 8 плюсы. Шыңғыстың екінші телефоны. Өзіміз шығарып қояйық. Өзіміздің екінші телефон шығарып қояйық. Рабочий. Түнде осы жерде көрмеш. Мадияр ойлап жатқан шығар, мен әлі ауылдан шықпаған шығар деп. Мен уже Мадиярға жақындап қалдым. Олар қазір PlayStation ойнап отыр, кажется. PlayStation ойнап ана жерде. А мен уже оларға келіп қалдым, қастарына барып бірге ойнайын деп тұрмын. Басына ориентир ұстай алмай отырмын. Жарты сағат 40 минуттай жүрдім, анда жүрдім, анан жүрдім, ауылдың атын білдім, қанша километр, қай жерде. Ал мен наоборот, знаете, анау Карагандинскийдің бойындағы ауылдар бар ғой. Сол жақта жүрміз деп ойлап жүрдім мен басында. Учкоз, Александр. Иә, содан ары қарай. Сол жақта жолдың бойында ауылдар бар ғой та. Сол жақта жүрмін ба десем, жоқ, оказывается, ол мен мына жаққа барып тұрды. 99-ыңызға рахмет, жарады 99, красавчик. Жақындаған сайын настроением көтеріліп жатыр. Еще қанша сағат ерте келіп жатырмын мен. Ол мен ойлады, деймін, жаяу келеді деп рождественскийден 4 сағат уақыт берген ғой, 5 сағатта. Жақсы. Азамат аға, Алла разы болсын, рахмет. Бісміллә. Ал бұны ашу түсініп алдым. 99. Десек шығатын жар. Жақсы. Кетті біздің 99. Достар, что-то аяқ астынан машинам келченки деп отыр. Аңғарыңыздар. Мамам киноға келіп сияқты уже. Тұр ана жерде тұр. Ар жақта жүр ғой. Аю. 1 сағат болды. 1 сағаттың ішінде Чиноға келіп үлгерді. Алла мәз, балла. Жатам. Қайда басты көткенсің? Рождественский дейма. Ол нормальды бәрі темама. Сен тамақ Ырзамын. Бүгін бар ғой. Андай адамдар кездесті. Позитивный бар ғой. Ырза болдым бар ғой. Әрі дауыс қыздың азында, ja? Айтамыз, история қызық, біраз история бар. Короче, оны айтам дегенше сен тамақ толық кеттік, давай. Давай. Угощаюсь. Жігіттер молодец, жобада қалды. Бірақ сен бар ғой, ана жер тастап кеткен боқыралдың үшін өздері білесің ба? Ал так достар, мына жерде біз мастер фуд деген жерге тамақ жеуге келгенбіз. Негізі Шыңғысқа әңгіме айтып, Шыңғыс құтыламызға десек, мына жердегі жігіттер бізді танып, угощайтесь деп дастархан жайып отыр. Барлығы біз үшін рахмет көп жігіттер. Мастер фуд мына жерде адрес бойынша қабылмай жатыр. Қарақ, немесе төменгі инстаграмға қалып кетіп. ЖК Инфинитида орналасқан. От души көп рахмет. Ал Том енді угощайтесь. Ал достар, осымен бүгінгі видеоны қорытындылаймыз. Егер істеген ағамызды лайктаймай басамыз, ардынан жасамыз, комментарий керемет пікірлерімізді қалдырып кетеміз. Ал ең бастысы бүгін аман есен астанаға жеттім, айдалада қалып қалам ба деп қорыққан едім. Иә достар, осы жобада Шыңғыс қалды. Келесі кезекте кім шығатынын асыға күтіңіздер, және де осы видеоға 15 мың лайк жинайтын болсаңыздар, автоматически келесі бөлімі шығатын болады. Ол достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Жаңадан келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.